Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын, қарапайым, өте жұмсақ болып, ажурный пісетін блинчиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Жұмыртқа мен 1 пиала қантымызды салып, қантымыз толық ерігенге дейін жақсылап араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне сүтіміз бен разрыхитель шым тұзымызды салып, тағы бір рет араластырып шығатын боламыз. Оның үстіне сұйық май мен 1 пиала қайнаған суымызды құйып, тағы да бір рет араластырып шығатын боламыз. Және де алдын ала ұнымызды өлшеп, електен өткізіп дайындап аламыз. 2-3 бөлікке бөліп, түйіршігі қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып шығатын боламыз. Ұнды барлығын бірден салып жібермеңіздер, өйткені түйіршік болып қалуы мүмкін. Бұл жерде ең бастысы түйіршік болмауы керек. Сол үшін ұнды яғни бөліп салсаңыздар дұрыс болады. Міне бізде осындай сұйықтау масса болады, өте әдемі біркелкі болып шықты, ешқандай түйіршігі қалмай. Енді алдын ала табамызды қыздырып аламыз, кішкене ғана астын майлап, осылай қызып тұрған табаға құйып, барлығын пісіріп шығатын боламыз. Екі беті де қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне сіздерге тағы бір рет көрсетіп шығайын. Қызып тұрған табамызға жұқа етіп құйсаңыздар, тесіктері осылай көп болып, әдемі болып шығады. Табаның астын бір рет майласаңыздар жеткілікті. Яғни бірінші блинчик пісіретін кезде табамызды бір рет майлайсыздар, болды, келесінде пісіре беретін боласыздар. Міне осымен блинчиктеріміз дайын, жұмсақ өте әдемі, ажурный, сап-сары болып пісіп шықты. Енді арасына қалауларыңыз бойынша салмасын салып ұсына берсеңіздер болады. Мен осындай ыдыстағы шоколадты, яғни какаоны қосып шығатын боламын. Арасына творог қосып ұсынсаңыздар да болады. Егер ешнәрсе салмай, блинчиктің өзін ұсынсаңыздар да болады. Өйткені блинчиктің өзі дәмді, әрі тәтті, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Төменге, яғни описание бөліміне барлық құрамдарын жазып кететін боламын. Комментарий бөліміне пікір қалдырып, мені қолдау ретінде каналыма тіркеліп қойсаңыздар, қуанып қалушы едім. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесіде қандай рецепт шыққанын қалайсыздар, төменге комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады.